Түркістан облысы прокуратурасының үйлестіруімен қаржылық мониторинг агенттігінің және ұлттық қауіпсіздік комитеті облыстық департаменттері бірлесіп, Өзбекстан құқық қорғау органдарының қолдауымен жанармай өнімдерін жасырын тоннель арқылы шекарадан өткізумен айналысқан халықаралық қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі. Тергеу барысында анықталғандай, Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шекараға жақын аумақта топ мүшелері 450 метрлік жерасты тоннелін қазған. Қылмыстық схема 2 ай бойы жұмыс істеген. Осы уақыт ішінде шетелден қаржыландырылып отырған жанар-жағармай материалдарын тасымалдауға арналған логистикалық бағыттар мен жасырын шығару арнасы құрылған. Операция барысында Өзбекстан тарапы да өз аумағында дәл осындай шаралар жүргізді. Нәтижесінде қылмыстық әрекетке қатысы бар барлық тұлғалар анықталды. Өзбекстан Республикасының құқық қорғау органдары да өз аумағында осыған ұқсас шаралар жүргізді. Операция барысында қылмыстық схемаға қатысы бар барлық тұлғалар, оның ішінде Өзбекстан азаматтары да анықталды. Қазақстан Республикасының 5 азаматы күдікті ретінде танылды. Қазіргі уақытта тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.